Сарымсақтың 10 пайдасы және бірнеше зияны. Сарымсақты тұтынарда нені ескеру керек? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы өте маңызды рөл атқарады. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естеміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар? Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екіншіден, қан тамырлардың қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойы сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын ретке келтіреді. Үшіншіден, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртіншіден, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Бесіншіден, қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил сульфид, салил цистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесінде сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететіні көрсетілген. Соның ішінде асқазан рагы, тоғышек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Алтыншыдан, паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн, немесе 200 мл сүтке 1 бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта бойы күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетіншіден, ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты мүлдем қолданбаған абзал. Сегізіншіден, буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. Тоғызыншыдан, теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. 10-шыдан, артық салмаққа пайдасы. Артық салмақпен күрес сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1 немесе 3 тіс сарымсақ. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады.
Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімі, сарымсақтың 2 тісше су. Дайындалуы: зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше рет ішеміз. Сарымсақтың зияны қандай? Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе, қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген дұрыс. Асқазан ауыратындар ауру асқынға не қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақты көп жесе, ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып, бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Сондай-ақ сарымсақтың шашқа тигізетін пайдасы мол. Сарымсақ құрамындағы пайдалы микро және макроэлементтердің барлық жиынтығы осы көкөніс түрінде бар. Оның құрамында С, Б және Е дәрумендер кіреді. Адамға ұшпа және эфир майларының құрамы шаштың күйіне жағымды әсер етеді. Дәстүрлі медицина ұстанушыларының айтуынша, сарымсақ шаш өсуіне таптырмас құрал. Ол көбінесе қайызғақты жою, бас терісінің су балансын қалпына келтіру, шаш фолликулаларын нығайту және тазарту үшін қолданылады екен. Бұл таңғажайып өнім шаштың түсуіне қарсы қолданылады. Сарымсақ шашқа жылтырлық пен күшті оңай ғана қалпына келтіре алады. Негізгі компонент сарымсақ болатын маскалар мен бальзамдар бірнеше рет қолданғанда шашқа сау көріністі қалпына келтіреді екен. Бұл көкөністің шырыны шаш фолликулаларын белсендіреді. Осылайша оларға қан ағымын ынталандырады. Бас терісі тазартылады. Ол оттегі мен шаш өсуіне пайдалы заттардың сіңуіне көмектеседі. Бұл әрекеттер кешені шаштың түсуін тоқтатып, күш пен қалпына келтіруге және шашқа жылтырлауға көмектеседі. Сарымсаққа негізделген маскаларды ұзақ және тұрақты қолданған кезде шашыңыз жылтырап, күшейіп, қалыңданады. Ал сарымсақты пайдалану ерекшеліктері бар. Аллергиядан зардап шегушілер шашқа сарымсақ қолданған кезде өте абай болу керек. Егер сіздің теріңіз аллергияға бейімді болатын болса, құрамында сарымсағы бар маскаларды және бальзамдарды қолдануға болмайды. Дүкен сөрелерінен шашыңызға бальзам немесе шампунь таңдаған кезде оның құрамына мән беріңіз. Ал сіздің теріңіз қандай типке жататыны туралы келесі видеоларда айтатын боламын. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.